есімді бірақ сұрақ болып тұр. Бакалаврда құқықта қос диплом алуға бола ма? Бакалавр бойынша, құқық бағыты бойынша біз қазір қос дипломды осы Германия университеттерімен келіссөздер жүргізіп жатырмыз балалар. Әзірше бакалавр деңгейінде ашылған жоқ, тек магистратура деңгейінде ашылды. Бірақ бакалавр бойынша біз қос дипломды қазір келіссөздер жүргізіп жатыр. Бірақ сіздер жаңағы біздің осы жергілікті бағдарламаға түсіп, 1 жылға немесе 6 жылға Германияға немесе басқа мемлекеттерге академиялық алмасу бағдарламасы бойынша барып оқып келсеңіздер болады. Түсіп болғаннан кейін бізде ашылса сол программаға ауысуға болады ма? Егер де бірінші курстан кейін болса, айырмашылығы көп шықпаса, ауысуға болады бағдарламаға. Мына жерде бір сұрақ, емтихан тапсырып өтпей қалса деген бар. Мен түсінгені бұл ағылшын тілі, универдің экзаменінен өтпей қалсақ, қосымша сабақ оқуға бола ма дейді. Мен түсінген бұл ағылшын тілі емтихан, емтихан болғанда бізде документ тапсырған кезде, қабылдау комиссиясына құжаттарыңыз тапсырғаннан кейін сіздердің тіл деңгейлеріңіз анықтайды балалар. Бірақ бұл тіл деңгейін анықтау не үшін керек? Бізде бірінші курстан бастап ағылшын тілі, неміс тілі сабақтар өтеді. Мысалы, бізге түскен оқушылардың, талапкерлердің ағылшын тіл деңгейлері әртүрлі болуы мүмкін, балалар. Сондықтан сол тіл деңгейін анықтау үшін сіздерді СУ-ға түскеннен кейін ағылшын тілі сабағына кіргізген кезде әртүрлі деңгейлерді сіздерге ұсыну мүмкіндігі болу үшін сіздердің тіл деңгейлеріңізді анықтап аламыз. Егер қолданбалы құқыққа және мемлекеттік басқару құқығына түскен талапкерде элементари болатын болса, сіз сол деңгейден бастап ары қарай оқи бересіз. Ол ешқандай проблема тудырмайды сізге. Ал енді халықаралық құқыққа түскен талапкерде интермедиат деңгейі жетпей қалды деп айталар. Біз сізді оқуға қабылдаймыз, бірақ сізге талап қоямыз. Мысалы, бірінші курсқа түскен кезде бізде қазақ тілді, орыс тілді пәндер бар. Сіз сол пәндерге ғана тіркелесіз. Ағылшын тілді пәндерге тіркелмейсіз. Сізге жарты жыл, болмаса 1 жыл уақыт тілді көтеруге мүмкіндік беріледі. Сол тілді көтергеннен кейін ғана ағылшын тілді пәндерге тіркелесіз. Өйткені сіз тіл деңгейіңіз жетпей, сол ағылшын тілді пәнге тіркеліп алсаңыз, сіз ол пәндерден түсінбейсіз. Сондықтан біз сізге сондай талап қоямыз, ағылшыныңызды көтеріңіз, біз қабылдаймыз сізді. Ағылшыныңызды көтеріңіз, одан кейін барып тіркелесіз. Ал қазақ тілді, орыс тілді пәндер бар, мысалы Қазақстан тарихы деген сияқты, қазақ тілі, орыс тілі пәндері, жалпы білім беру пәндері бар ғой бізде. Соларды қазақ, орыс тіліндеріне, болмаса құқықтық пәндеріміз бар біздің, қазақ немесе орыс тілінде өтетін. Сол құқықтық пәндерді де ағылшын тілінде өтпейтін пәндерді таңдап оқи бересіз де, ағылшын тіл деңгейіңізді көтергеннен кейін сол ағылшын тілді пәндерге тіркеліп жалғастыра бересіз. Бірақ ағылшын тіл деңгейін көтеру керек балалар. Жұмыспен қамту жөнінде қалай кетсеңіз? Жұмыспен қай курстан бастап жұмыс жасауға? Құқық бағыты бойынша, енді бұл сұрақ өте көп қойылады, өйткені нарықта заңгерлер өте көп, заңгерлік жұмыс табу қиын, мамандық бойынша, тас лақтырсаң заңгердің басына тиеді деген кейбір туысқандарыңыздан да естіп жатқан шығарсыздар. Бұндай әңгіме бар. Бірақ мен сіздерге айтайын, білімді заңгерге еңбек нарығында дефицит өте үлкен. Өйткені бізге СДУ-ға ай сайын, тіпті 2 аптада бір сұраныстар жұмыс берушілерден келіп тұрады. 2 заңгер жіберіңізші, болмаса 4 заңгер керек бізге, СДУ түлектерін жіберіңіз, СДУ студенттерін жіберіңіздер бізге, стажировкадан өтсін, одан кейін жұмысқа қабылдаймыз деген сұраныстар өте көп келеді балалар. Сондықтан жұмыспен қамтылу жағынан еңбек нарығында білікті, білімді заңгерлерге сұраныс өте жоғары. Әсіресе біз неге бағыттарға бөлдік? Қолданбалы құқық, мемлекеттік басқару, сол салаларды терең сіздерге, сол бағытта терең дайындық жасау үшін сіздерге. Сондықтан енді қолданбалы құқық білім беру бағдарламасы түлектері немесе студенттері негізінен бизнес секторда көп жұмыс жасайды балалар. Біздің өте көп партнерларымыз бар. Сол бағыттағы жұмыста, жеке құқықтық бағыттағы жұмыс жасайтын ұйымдар немесе заң фирмалары. Мемлекеттік қызметте, құқық қорғау органдарынан да, мемлекеттік қызмет істері департаментінен да бізде өте көп сұраныстар, біздің түлектерге шақырту алып жатқан балалар өте көп. Енді студенттік кезден бастап кәсіби дағдыларыңызды дамыту мүмкіндігі өте жоғары.
Екінші курстан бастап сіз сабақ үлгеріміңіз жақсы болатын болса, егер де сабақтан бос уақытта еркін графикта жұмыс орнын табатын болсаңыз, сізге ешкім қой демейді. Яғни бірге жұмыс жасап жүруге болады. Бірақ сабақпенен бірге үлгеруіңіз керек. Құқық қорғау органдары, заң фирмалары, мысалы Synergy Partners, Redland Partners бар, Schmidt Орлов, Grata, Integris сияқты біздің партнерларымыз өте көп. Сол партнерларда біздің түлектеріміздің бәрі жұмыс жасап жатыр. Құқық қорғау органдарынан бөлек. Атамекен рейтингісі болса? Енді Қазақстанда 50-ге жуық, 50-ден астам заң мамандықтары бойынша дайындайтын жоғары оқу орындары бар. Сол жоғары оқу орындарының рейтингісі жасалады Қазақстанда балар. Енді біз халықаралық құқық бойынша Қазақстан бойынша 2-ші орындамыз, ол өте жоғары көрсеткіш. Ал қолданбалы құқық бағыты бойынша біз Қазақстан бойынша 5-ші орындамыз. Бұл жердегі рейтингта не бағаланады? Бірінші кезекте бұл жалақы, яғни ЭЗУ-ды бітіріп кеткен студенттердің жалақысы және ЭЗУ-ды бітіріп кеткен түлектердің жұмыспен қамтылуы. Оның ішінде мерзімі, қанша мерзімде, 2 айда ма, 3 айда ма, 5 айда ма, яғни қаншалықты жылдам уақытта, қысқа мерзімде жұмыспен қамтылғанын атамекен зерттеп, сол бойынша рейтинг жасайды. Сондықтан бұл 2-ші орын, 5-ші орын деген орындар бұл біздің түлектеріміздің еңбегі, яғни олардың қысқа мерзімде жұмыспен қамтылып жатқаны, жалақыларының жоғары деңгейі деген сияқты. Өйткені сіздердің қазіргі кезде жұмыс беруші өте білікті маманды іздейді. Бұрынғыдай кезең қазір жоқ, балалар таза білім дағдыларыңыз, кәсіби дағдыларыңызға қарайды. Ал кәсіби дағдыларды қамтамасыз ету үшін ЭЗУ-да заң клиникасы жұмыс жасайды балалар. Осы заң клиникасы бұл пробоно проект ретінде біз Қарасай ауданы, Алматы қаласының тұрғындарына, Алматы облысының тұрғындарына, студенттеріміз бен оқытушыларымыз бірге тегін заң консультациясын береді. Сол заң консультациясын берген кезде сіздердің аналитикалық дағдыларыңыз, жазу дағдыларыңыз, сөйлеу дағдыларыңыз заңгер ретінде, талдау жасау дағдыларыңызды дамыту, бұл клиника өте үлкен көмегін көрсетеді. Басқа қандай сұрақтар келіп жатыр екен? Қолданбалы құқық деген юриспруденция ол не? Қолданбалы құқық. Қолданбалы құқық деген, балалар бұрын Қазақстанның бағдарламаларының барлығы юриспруденция, құқықтану деп аталған. Бұл жерде жалпы дайындайтын, ал қазір соңғы кездері біз бағдарламаларды тереңдетіп оқыту үшін сала-салаға бөлгенбіз. Қолданбалы құқық бұл құқықтану, бұрынғы юриспруденция. Бірақ қолданбалы құқықта біз балалар жеке құқыққа қарай, жеке құқыққа қарай бейімдедік. Яғни бұл жерде азаматтық құқық өте тереңдетіліп оқылады. Яғни егер де басқа бағдарламаларда азаматтық құқықты 2 семестр оқытатын болса, азаматтық құқықтың жалпы және ерекше бөлімі деп, бізде азаматтық құқықты 4 семестр оқытылады. Яғни 2 жыл тереңдетіліп оқылады. Сәйкесінше сіз осы салада дағдыларыңыз терең дамытылады. Бұл бұрынғы ескі атау юриспруденция балалар. Қысқартылған және қысқартылмаған оқу бағдарламасы дипломында айырмашылығы бола ма? Жұмысқа орналасуда қиындық болмай ма? Қысқартылған бағдарламалар бізде балалар қазір бұрынғыдай 3 жылдық, 2 жылдық бағдарлама дейтіндей жоқ, барлығы 4 жылдық бағдарламалар. Бірақ егер сіздер колледждан келген болсаңыздар, онда сіздердің колледж алған кейбір пәндеріңіз, мысалы тарих, дене шынықтыру, қазақ тілі, орыс тілі, болмаса шет тілі, психология, философия сияқты жалпы білім беру пәндері біз колледжда оқыған пәндеріңізді қабылдаймыз. Сәйкесінше сіздің 3 жылда бітіріп кету мүмкіндіктеріңіз болады. Бірақ бұл сіздерге байланысты. Егер сіз біз қысқартқан пәндер, қабылдаған пәндеріміздің нәтижесінде осы кредит саны 240 емес, сізге мысалы 195 кредит болатын болса, сіз соны егер үлгеріміңіз жақсы болып, қарызданбай, уақытылы қабыл алып, уақытылы жауып жүретін болсаңыз, сіздің қысқартылған 3 жылдың ішінде бітіріп кету мүмкіндігіңіз болады. Сол мүмкіндікті жіберіп алмауларыңыз керек. Немесе бірінші жоғары білім бар,
иә, жоғары білімді бітіріп алды, мысалы экономика мамандығын бітірді, жұмыс бабында жаңағы құқық бағыты таңдағандар болады, екінші жоғары білім алатындар болады. Әрине біз ол кезде де бірінші экономика факультетінде оқыған пәндерін қабылдаймыз, яғни оны бізде оқудың қажеті жоқ. Қалған пәндерді жабады. Ол енді 2 жылда бітіресіз ба, 2,5 жылда бітіресіз ба, ол да сол студенттің өзіне байланысты. Егер де максималды түрде кредиттарды алып, жазғы семестрді алып, жылдамдатып бітірем десеңіздер, әрине қысқартып аяқтауға болады. Немесе жай мектептен келген кезде сіздер қазір кредитқа төлеп, бұрынғыдай 1 жылға төлеп, немесе жарты жылға төлеу деген қазір жоқ балар, кредит санына төлейсіздер. Мысалы, мен түскеннен кейін күзгі семестр, көктемгі семестр және жазғы семестр бар. Әр семестрда 30 кредиттен алатын болсам, мен 4 жылда емес, 3,5 жылда бітіруіме мүмкіндік болады. Әрине, ол үлкен еңбек, ол өте көп уақытты оқуға бөлу керек болады, бірақ сондай бітіріп шығу мүмкіндігі болады балалар. Құқық мамандығына ағылшын тілмен болса, міндетті түрде ағылшын оқу керек па? Балалар, мен жаңа бір айтып өттім, қайталайын, соңынан қосылған балалар бар сияқты. Егер мен қайталанып жатсам, ренжімеңіздер балалар, сіздердің сұраныстарыңа байланысты. Қолданбалы құқыққа және мемлекеттік басқару құқығына ағылшын тіл деңгейі қажет емес. Жоғары тіл деңгейі қажет емес. Бірақ та сіздер түскен кезде сіздердің тіл деңгейлеріңізді анықтаймыз. Бұл СДУ-ға түскеннен кейін ағылшын тілі бар оқитын. Бұл сіздің төлеген сомаңыздың ішінде, бұл қосымша курс емес, ақылы курс емес, бұл программаның ішінде бар. Сол ағылшын тілін оқыған кезде сізді қай топқа отырғызатынымызды анықтау үшін, яғни егер жоғары левел болатын болса, біз сол деңгейдегі топқа отырғызамыз. Төмен болса проблема жоқ, элементар деңгейін оқуға мүмкіндіктеріңіз болады. Халықаралық құқыққа ағылшын тіл деңгейі керек болады. Және балар, жалпы заңгерлерге болашақта ағылшын тілді меңгеру өте маңызды. Өйткені жұмысқа кірген кезде қазіргі жұмыс берушілердің сұрайтын дағдыларының бірі бұл жақсы заң маманы болу және ағылшын тіл деңгейінің болуы да. Сондықтан ағылшын тілін қазір сіздерде тамыз бар, шілде бар, 2 ай бар, ағылшын тіл курсына барып тіл деңгейлеріңізді көтеріп алған, бұл өздеріңізге қажет. 120 балмен халықаралық құқыққа түсе алам ба? Ақылыға түсіп тұрсыз, грантқа конкурс көрсетеді балалар. Әрине, конкурсқа қатысыңыздар. 120 балды сіздерге нақты ешқандай университет сіз 120 балмен түсесіз немесе түспейсіз деп ешкім айта алмайды. Ол айтатын болса, бұл кәсібилік емес. Сондықтан конкурсқа тапсырыңыз. Конкурс үлкен болатын болса, болмаса конкурстағы түскен абитуриенттардың, талапкерлердің балына байланысты түсіп кетуіңіз де мүмкін сәттілік. Мен қосып кетейін. Құрметті түлектер, құрметті оқушылар, бізде тағы да бір мынандай талапкерлер, мынандай нәрсе бар. Бізде құқыққа байланысты бізде арнайы телеграм канал ашылған. Бәлкім осы жерде немесе осы комментарийға біз сілтемесін тастап кетеміз. Сол жерге құқыққа немесе журналистикаға біздің факультетке қызыққандарыңыз болса, сол жерден қосымша сұрақтарыңызды сұрап отырсаңыздар болады. Бұл біріншісі. Екіншісі, әрбір бағдарламамыздың біздің Instagram парақшасы бар. Оны да бір осы жерге қалдырып кетеміз. Сол жерге де сұрап отырсаңыздар болады. Әрбір бағдарламаның осы қабылдау комиссиясында өкілі отыр осында факультет университетте. Солардан да сұрап отырсаңыздар болады. Сондай-ақ жұмыспен қамту мәселесін жаңа сіздер сұрадыңыздар, мен осы жерде отырдым. Жұмыспен қамту бізде өте жоғары деңгейде, қай мамандықты алып қарайтын болсақ та өте жоғары деңгейде. Тіпті бізде мемлекеттік басқару академиясының агенттігінен осы жерге келіп, мемлекеттік қызметтер жөніндегі агенттіктен келіп, немесе басқа да әкімдіктерден, басқа да осы құқыққа байланысты құқық қорғаушылардың арасынан да келіп бізден сұрап жатыр түлектерімізді, бірақ біз олар түлектеріміз басқа жеке компанияларға орналасып кетуіне байланысты ол жаққа жеткізе алмай жатырмыз. Осыған орай бізде осы Алматы облысы мемлекеттік қызметтер агенттігінің ұсынысымен Алматы әкімдігі бәлкім осы алдағы уақытта күтіп отырыңыздар, арнайы грант беріп қалу ықтималдығы бар.
әкімдіктің гранты деп айтады ғой, мемлекеттік гранттан бөлек әкімдіктің грантына да беріп қалу ықтималдығымыз бар. Сондай-ақ жаңа мемлекеттік басқару құқығы бізде осы былтырдан бері өте хит болып жатқан мамандығымыз, бағдарламамыз. Осы жерге тапсырыңыздар. Болашақта әкім боласыздар ма, болашақта заманкин боласыздар ма, президент боласыздар ма, министр боласыздар ма, осы мемлекеттік басқару құқығының өкілдері осы жерде отыр, арамызда сіздер шығасыздар деген осы бізде ойдамыз. Сонымен қатар мен Айжан апай қасымда отырған кезде мен сіздерден айтып отырайын, әрбір бағдарламамызды біздің сіздерге оқытатын әрбір пәнді практика саласында жүрген мықты юристтер, мықты құқықтанушы адамдар, біздің өзіміздің түлектер, сондай-ақ елімізге танымалы солардың барлығының жаңағыдай арнайы ұсынысымен қалыптасқан. Солар келіп біздің бүгінгі таңда құқықшыларға, журналистерге, халықаралық қатынастарда оқып жатқан болашақ дипломаттарға қандай дағдылардың қажетті екендігін сол жерде көріп отырып, соған сәйкес бізде дайындалып, жасалынып шыққан бағдарлама. Сондай-ақ тағы да бір мен ескеріп өтейін, апай шет жағасын айтып өтті. Құрметті оқушылар, талапкерлер, біздің мектептің жаңа түлектері. Бізде мынандай нәрсе бар, мектептегідей әрбір сыныптан кейін келесі сыныпқа өту керек деген нәрсе жоқ. Бізде осы кредиттік баллондық жүйеде біз оқытып жатырмыз 2018 жылдан бері. Сіз бірінші курсқа түскеннен бастап, сізде 3,5 жылда бітіріп кету ықтималдығыңыз бар. Ол Айжан апайымыз айтқандай, сіздің ыждахаттығыңызға, сіздің көрсеткен күш-жігеріңізге қатысты болатын дүние. Сіз әрбір семестрде 120 кредит деп жатқанымыз мынандай, мен банктен алатын кредит емес, бұл балл деп ойласаңыздар болады. Сіздер 4 жылдың ішінде 240 балл жинап алуларыңыз керек. Әрбір пән 5 баллдан тұрады деп ойласаңыздар болады. Сол баллды әрбір жинап отыруыңыз керек. Әрбір семестрде мектептегідей 4 семестр 90 болмайды, бізде 2 семестр болады. Осы 2 семестрде сіздер максимум 40 балл жинай аласыздар, 40 кредит. Сол 40 кредитті жинап отырсаңыздар, онда сіздер 3 жылда бітіріп шыға аласыздар. Яғни бұрынғыдай 4 жылға 1 жылдан кейін 2 жыл, 2 жылдан кейін 3 жыл деген сияқты ондай нәрсе жоқ. Қаласаңыз әрбір семестрде 20 кредит, яғни 20 балдан ала отырып 5-6 жылда да бітіре аласыздар. Бұрынғыдай бір қатып қалған жүйе жоқ қазіргі таңда. Сондықтан осыны да ескерсеңіздер болады. Сондай-ақ бізде енді біздің мамандықтарымыздың ішінде халықаралық қатынастар деген өте мықты мамандығымыз бар. Сол туралы кішкене айтып өтейін. Халықаралық қатынастар бізде толықтай ағылшын тілінде жүретін мамандық. Шетелде оқып келген шетелдік профессорлар сабақ береді бізге. Шеткі сыртқы байланыстар өте мықты. Әрбір семестрде кем дегенде 3, 4, 5, кем деген 10-12 балаларды біз дүниенің әртүрлі өздері қалаған оқу орындарына неге жіберіп жатамыз. Не деуші exchange бағдарламасымен, алмасу бағдарламасымен. Ана жаққа барып бір семестр келіп оқып, ішінде одан кейін тағы да бір семестр қаласа оқып келеді. Енді ол жерде әрбір оқып келу пәндердің арасында айырмашылық тудырады мүмкін. Соған байланысты осы қалаған біздің арамызда, қалаған дегенде арамызда келісімшарт бар университеттермен сол академиялық алмасумен барып оқып келіп жатқандар болады. Халықаралық қатынастардан болашақ дипломатия қызметтерінде жұмыс жасап жатқандар бар, түлектеріміздің арасында. Жеке бизнес ашып кеткендеріміз бар, жергілікті басқару комитеттерінде жұмыс жасап жатқандарымыз бар. Әртүрлі салаларда жұмыс жасап жатқан біздің мықты түлектеріміз бар. Бүгінгі таңда осы халықаралық қатынастар мамандығымен біз ерекше мақтана аламыз. Сондай-ақ бүгінгі таңда енді көбісі бағана Айжан апай да айтты. Тағы да бір мен айтып өткім келіп тұр. Құқықтану немесе юриспруденция осы өткен жылда өте маңызды бір сала екенін бізге көрсетті. Үлкен оқиға болды, өздеріңіз білесіздер. Бишімбаевтың соты болды, сол жердегі прокурордың, сол жердегі адвокаттардың, сол жердегі соттың біздің қоғамдық өмірде қаншалықты маңызды екенін көрсетті. Соған байланысты біз Қазақстанда өткен жолы
сду олимпиадасын өткізген болатынбыз, бірақ өтіп кетті. Енді келесі жылға да інілеріңіз, қарындастарыңыз, сіңілеріңіз болып жатса, оларға да естіртіп қазірден бастап айтып қойыңыздар. Бізде 11 класстарға арналған осы құқықтық олимпиада болып жатады. Соған да қатысып отырса болады. Бұл тек қана құқықтық олимпиада емес, заңгерлерге ғана емес, болашақ сондай журналистерге де бар. Құрметті 11 класс оқушылары бар болса, соларға да құлақтарына алтын сырға. Егер болып жатса, журналист болғым келеді деген олимпиада бар, сол жерге де қатысып отырса болады. Енді журналистика бойынша тағы бір екі мәлімет айтып кетейін. Бізде ТВ және мультимедиа деп аталады бағдарламаның толық атауы. Телевидениеге қатысты, болмаса басқа да телевидениенің жан-жақтан ашатын жаңағы видеокастинг дейді, қазіргі таңда ютубқа қатысты контент жасау, болмаса осы инстаграм подкастқа қатысты контенттер жасау, дизайнға қатысты контенттер жасау, солардың барлығы осы біздің журналистика саласында қамтылған. Бұлардың барлығы, құрметті әріптестер, біздегі факультеттің барлығының программасы, оқытылатын программа біздің advisory board айтамыз, ақылдастар кеңесі арқылы жасалынған бағдарламалар болып табылады. Яғни сізге алдыңызға ұсынылған пәндердің барлығы арнайы бір комиссиядан өткен, эксперттерден өткен бағдарлама. Сондай-ақ біздің Қазақстанда бүкіл университеттердің рейтингісін шығарып отыратын Атамекен рейтинг деген бір ғана рейтинг неміз бар. Соңғы жерде біздің осы факультеттің 3 мамандығы да алғашқы 10-дықта. Жаңа халықаралық құқықты айтып жатырмыз. Биыл бүкіл 50 университеттің арасында екінші болса, журналистика бағытымыз 10-дықта, халықаралық қатынастарда 10-дықта кіреді. Біздің сүйікті оқушыларымыз, студенттеріміз, түлектеріміз осындай хабарларымыз бар. Сондай басқа сұрақтар бар ма? Сұрақтар болса. Жатақхана бойынша сұралған екен бағана. Жатақхана бойынша мен толық ақпарат бере алмаймын. Жатақхана бойынша бізде осында келсеңіздер, осынан біле аласыздар. Немесе жатақхананың өзінің бөлек инстаграм парақшасы бар. 9 шілде эфир болады. 9 шілде күні эфир болады екен жатақханаға байланысты. Сол жерге соның жауапты кісілері сол жерде отырады. Соларға да сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Біз тек қана оқу үдерісі, академиялық үдеріс, соған жауап береміз. Сондай құрметті түлектер, бізде СДУ дегенде тағы да бір ерекше бір айта өтетін нәрсе, студенттің әлеуметтік өмірі өте керемет дамыған бізде. Келсеңіздер тек қана оқу емес, күнделікті би билегіңіз келсе биге, ән айтқыңыз келсе ән, барабан дейсіз ба, гитара дейсіз ба, сурет салам дейсіз ба, болмаса біреулерге қайырымдылық жасаймын дейсіз ба, соның барлығы қарастырылған клубтар бар. Сол жерде де жүре аласыз. Тауға шығу дейсіз ба, жаңағы пикникке бару, тамақ істеу дейсіз ба, паблик спикинг немесе шешендік өнер дейсіз ба, барлық жағынан бізде әлеуметтік өмір қамтылған. Белсенді болсаңыз, келіңіз, осында өз өнеріңізді, өзіңіздің дағдыларыңызбен басқалармен бөлісіңіз. Сондай да біздің жақсы бір шақтарымыз бар. Кітап оқу жағы болсын, жаңағы фильмге түсіру болсын, кез келген жағынан сіздерге біздің СДУ және біздің факультет сіздер үшін осы жерде дайынбыз, қол ұшын беруге, көрсетуге. Себебі бүгінгі таңда маңызды, сапалы маман Қазақстанның кез келген жеріне қажетті екенін біз көріп жатырмыз. Сондай-ақ мынандай бір нелеріміз бар, құрметті талапкерлер. Егер сіз халықаралық қатынастарға, халықаралық мемлекеттік басқару құқығына оқимын десеңіз, сізге жеңілдіктер бар ғой. Мемлекеттік басқару құқығына 101 балдан жоғары жинасаңыз, сізге 10% жеңілдік бар. 91 балдан жоғары алсаңыз, сізге 5% жеңілдік бар. Сонда журналистика бойынша қазақ тобы, ағылшын тобы 116-дан жоғары алғандарға 5 балл, 121 алғандарға 10 балдық скидкамыз бар. Бізде осы жеңілдігіміз бар. Соларға келіп қарастырсаңыздар, осы жерге келсеңіздер, сондай жеңілдіктерден пайдалана аласыздар. Сондай-ақ
егер ақылы бөлімге түсіп жатсаңыздар, сол жылы GPA бойынша өте жоғары көрсеткіш көрсетсеңіз, яғни жаңағы біз айтқан ұсынған балл дедік қой, жаңағы кредиттерді өте толық деңгейде алсаңыздар, жоғарыда үздік болсаңыздар, GPA бойынша ең жоғары болсаңыздар мамандықта, онда сіздерге университет тарапынан 50% жеңілдік береді, егер ақылы бөлімде оқып жатсаңыздар. Егер вакантты грант пайда болатын болса, мемлекет тарапынан, онда сол ең үздік GPA ақылы оқып жатқан бала болатын болса, соны біз университет тарапынан министрлікке ұсынамыз, вакантты грантты сіздерге ала беруге университет тарапынан біз көмекші боламыз. Біз емес, енді студенттік бөлім бар, сол жерден автоматты түрде сіздерді жібереді. Сол басқа сұрақтар бар ма? Иностранным абитуриентам какие требования? Иностранным абитуриентам какие требования? Наверное, никакой требования не будет. Собеседование будет. Через собеседование проводить кафедра, да? Кафедра проводит, и оттуда можете там получить все необходимые там информации. 4 жыл ішінде қанша рет шет елге оқып келуге болады? 4 жыл ішінде көп жағдайда негізі бір рет біз бір семестрге жібереміз, бір семестрге жатқанымыз жарты жыл. Бірақ келгеннен кейін де қайтып кетіп барғысы келгендер бар, және барып келгендер де бар. Яғни 1-2 рет барып келуге болады. 1 жыл, 2 жыл барып келуге болады. Қазір бағана біз айтып жатырмыз, осы бакалавр деңгейінде постдипломды жұмыстарын мен жасауды біз қарастырып жатырмыз. Егер оны біз жүзеге асыра алатын болсақ, онда 2 жыл осында, 2 жыл шетелде оқитындай мүмкіндіктеріңіз болады. Бұл әзірге бізде программа дайындалу үстінде, ол дайындалып болғаннан кейін сіздерге міндетті түрде хабарландыруын айтамыз. Ағылшын тілін дұрыс оқымай қалсам, университеттен шығарып жібереді ме? Бұрынғыдай университеттен шығарып жіберу деген нәрсе жоқ, құрметті талапкерлер. Егер сіз оқи алмайтыныңызға өзіңіз көзіңіз жетсе, өзіңіз құжаттарды алып басқа университетке ауысуыңызға болады. Бірақ ағылшын тілінен біле алмағандығыңыз үшін сізді оқудан шығармайды ешкім. Сізге дополнительный курстарды оқытуға мүмкіндік береді, осы жерде де оқытады, соған қатысып отырсаңыз болады. Жаңағы апталық сағаттардан бөлек. Сондай тағы да бір нәрсе айтайын, құрметті талапкерлер. Егер сізде IELTS 7 болатын болса, сіз ағылшын тілі сабағынан босатыласыз. Яғни автоматты түрде сіз ол сабақты игерген болсаңыз. Сондай қазақ тест деген бар, қаз тест. Оны да сіз егер болашақта оқып тапсырып, өзінің тиісті деңгейін алсаңыз, B2 деген деңгей, B1 деңгейден алсаңыз, сол деңгейлерден де сіз босатыласыз. Яғни ол сабақтар уже автомат түрде меңгерген болып саналасыз. Оның орнына сіз 2-ші курстан, 3-ші курстан пәндер бос болатын болса, солардың алып, оқуды жылдан бітіріп шығуыңызға мүмкіндік ала аласыз. Сондай тағы да осындай мүмкіндіктер көп. Яғни айтып отырмын, бағанадай 4 жылда бітіру деген емес, сен 3,5, 4,5, 5 жылда да оқуға болады. Міндетті түрде бұрынғыдай 4 жыл оқуды 4 жылдан кейін бітіре алмаса қалды деген нәрсе жоқ, құрметті талапкерлер. Курстан курсқа, мектепте болушы еді ғой, егер сабақта жақсы оқымасаң, класстан классқа өткізбейтін. Бұл жақта ондай нәрсе жоқ. Сіз оқи бересіз, 5 жыл оқисыз ба, 6 жыл оқисыз ба, 3 жыл оқисыз ба, өзіңіз білесіз. Журналистикаға сұхбаттасуда 42 сұрақ, соның бәріне жауап беруіміз керек пе? Жоқ, ауызша сұрақтарда қолдарыңызда сіздерде билет болады. Билетте 3 сұрақ болады. Сол 3 сұрақты былай аласыздар да, сол сұрақтарға жауап бересіздер. Бірақ дайындалу үшін сіздерге сол билеттегі сұрақтар, 42 сұрақтың барлығына дайын болып келсеңіздер дұрыс болады. Сондай бұл жерде портфолио деген нәрсе бар, құрметті талапкерлер, журналистикада. Портфолио қатты маңызды емес, бар болса сіз үшін өте плюс жағдай. Портфолиоңыз жоқ болатын болса, портфолиомын жоқ, мен журналистика тапсыра алмаймын деген ойыңыз болса, ондай нәрсе қажет емес. Сіздер келіп қатысып, жаңағы өздеріңіздің бақыттарыңызды сынай берсеңіздер болады. Сондай құрметті талапкерлер, бағана біз айтқан болатынбыз эфирдің басында, сіздерге бір сүйінші хабарымыз бар деп. Сол сүйінші хабар бізде мынандай, құрметті, осы күзден бастап біз
психология, қолданбалы психология деген пән андай мамандықты ашып жатырмыз бағдарламаны. Егер қызыққандарыңыз бар болатын болса, осы қабылдау комиссиясына хабарлассаңыздар болады. Егжей-тегжейлі біз алдағы осы күндері сіздер үшін хабарлаймыз. Осы SDU.kz болсын, басқа да ақпарат құралдары арқылы болсын, сіздерге хабарлайтын боламыз. Төлем ақысы қанша болады, қалай болады, не болады деген сияқты. Соны егер психологияны таңдап жүрген достарыңыз болатын болса, қарындас дос, басқа аға інілеріңіздің таныстары болатын болса, барлығына хабарлассаңыздар болады. Қолданбалы психология ішіндегі контенттің, ішіндегі мазмұнын Қазақстандағы белгілі бір танымалы осы психологтар жасады. Осындай оқып шығып, сол консультация беру арқылы, басқа да жағдайлар арқылы өзіңіздің жағдайыңызды жасап отырсаңыздар болады деп ойлаймын. Айжан апай бар ма сұрақ? Халықаралық қатынастарға 114 балмен грантқа қатыса аламын ба конкурсқа? Шекті балл 100 балл, сондықтан сіз бағыңыз сынап көрсеңіз болады. Өткен жылғы қанша балдан түсті, түспеді, оны білмейміз. 115 мен түсті. Қарап көрсеңіз болады, анализін жасап. Біз айта алмаймыз, енді бағыңызды сынасаңыз болады. Халықаралық қатынас бағана айтқандай, бізде престижді мамандықтардың біреуі. Келіңіздер, тапсырыңыздар, бақтарыңызды сызсаңыздар, үнемі алға қарай өтіңіздер қойын. Сол. Осымен эфир бітті деме. Сұрақтарыңыз бар болатын болса, құрметті талапкерлер, мамандық ауыстыруға бола ма дейді? Мамандық ауыстыруға болады. Бірінші, екінші курстан кейін ауысып кетуіңізге болады. Кез келген мамандыққа, және кез келген мамандықтан бізге де ауысып кетсеңіз болады. Бірақ педагогикалық мамандықтар мен шығармашылық мамандықтарда кішкене ерекшеліктер бар. Ол жерде себебі шығармашылық емтихандар білесіздер, өздеріңіз 2 пәннен тапсырады. Ана пәндерден тапсырмағандықтан басқа мамандықтарға ауысу жағы қиындау болуы мүмкін. Тек қана шығармашылық емтихандар арасында ауысуы мүмкін шығар. Сондай-ақ педагогикалық мамандықтарда да өздеріңіз білесіздер, педагогикалық мамандықтар оның да алдына ала бір емтиханы бар. Соған да сәйкес педагогикалық мамандықтың да 75-тен жоғары болу керек деген талаптары бар. Сондай-ақ біздің университетте кірген кезде шекті балдар бар. Сол шекті балдарға сәйкес келіп жатсаңыздар, кез келген мамандықтарға ауыса бересіз. Бізде болмаса да басқа университеттерге де ауыссаңыз болады. Басқа университетте оқысаңыз, бізге де ауыссаңыз болады. Бұрынғыдай бір қатып қалған жүйе жоқ. Барлығы мобильный, келіп бізге оқып, басқа жақта оқып, қайтып бізге келіп оқып балалар бар. Сондықтан келіңіздер, бізде есік ашық үнемі. Жатақхана туралы бағана айтқан болатынбыз, құрметті талапкерлер. Жатақхананы арнайы эфирі болады 9 күні. Сол жерге келіңіздер, қатысыңыздар. Сол жерде толығырақ ақпараттың барлығын сіздерге беретін боламыз. Біздің факультетке жатақхана қарамағандықтан біз жатақхананың ішіндегі кейбір детальді ақпараттарды айта алмаймыз, білмейміз. Айтсақ та ол өтірік болып қалуы мүмкін. Сондықтан ол жаққа біз айтпаймыз. Ол жаққа өздеріңіз жаңағы эфирлері бар. Сол жерге қатысыңыздар. Өзінің Instagram парақшаларда болуы мүмкін. Соларға да жазсаңыздар болады. Бағанағыдай айтқанымдай, құрметті талапкерлер, біздің құқықтануға байланысты Telegram каналымыз бар. Осының астына, эфирдің астына біз комментарий ретінде тастаймыз. Журналистиканың өзінің ерекше Instagram парақшасы бар. Сол жерге жазамыз. Болмаса факультетіміздің де Instagram парақшалары бар. Сол жерге де жазсаңыздар болады. Менің Instagram парақшам осы Мадияр Саудбай деп шығып тұр осы жерде. Айжан апай бар. Барлықтарына шықсаңыздар. Тағы бір сұрақ бар екен, соны жауап берсек. Қарапайым ауыл баласы ауыл мектебінен бітірген сияқты ғой, сол түсе ала ма, қиналмай ма деген сияқты сұрақ. Бізде бір сондай ой қалыптасып қалған ғой. Тек қана жаңағы билдардан, ништардан келеді, соған жауап берсеңіз, қарапайым мектептерден өте көп қой олар. Қарапайым мектептер бұл жаққа негізі крутойдың балалары қиын түсе алмайды, және оқи алмайды. Тек қана қарапайым балдар оқиды. Сондықтан қарапайым ауылдың қара домалақ баласы осы жерде толып жүр. Мықты заңгер. Африкадан келген қарапайым қара домалақ балалар да жүр осы жерде. Солармен дос болсаңыздар да болады. Енді міндетті түрде ауылдан келіп мында оқи алмаймын деген нәрсе жоқ. Мұхтар Әуезов болсын, кім болсын, біздің көрнекті кім қандай зиялы бар, солардың барлығы ауылдан келген.
солардың барлығы армандарын асырып осы жерге келген. Сіздер де келіңіздер, бақтарыңызды сынаңыздар, ауылдан шығыңыздар және өзіңіз ғана емес басқаларды да ертіп келіңіздер. Әскери кафедра туралы құрметті, бізде бар деп айта алмаймын, жоқ деп те айта алмаймын. Біздің серіктес университет бар, нархоз деген. Сонымен қандай Әл-Фараби университеттері бар. Сол жаққа Инияз бар. Өздеріңіз барып, белгілі бір күнге сол жақпен келісіп оқисыздар. Біз жаңағыдай барып танысып, оқып жүрген балалар бар бізде. Бұл жерде құқықтану бітіріп жатқан, басқа да мамандықтар бітіріп жатқан. Сол жерде оқып 2 жыл параллельно біздің дипломмен солардың военный билеттерін алып шығып жатқан балалар бар. Бірақ біздің университетте жоқ әзірге. Сол құрметті студенттер, балалар, болашақ. Давайте сау, саламатта болайық, келіп тұрыңыздар. Біздің эфир осы.